Мен бұл тауға жай ғана демалуға келген едім. Қаланың шуынан, адамдардан, бәрінен алыстап тыныштық тапқым келді. Бұл жерде тек орман, тау, самал жел және тыныштық бар деп ойладым. Бірақ кейбір жерлер сыртынан ғана тыныш көрінеді екен. Мына жер күшті екен. Адам жоқ, шу жоқ, тек табиғат қана. Жолмен жүріп келе жатқанда алыстан бір ескі үй көрінді. Алғашында жай ғана малшылардың үйі шығар деп ойладым. Бірақ сол үйдің қасында бір қарт адам тұр екен. Ай балам, бұл жақта не істеп жүрсің? Ассалаумағалейкум ата. Мен жай демалуға келдім. Тауды көрейін, біраз жүрейін деп едім. Демалуға дейсің бе? Бұл жақ қазір демалатын жер емес балам. Неге? Бірдеңе болды ма? Кеш батып барады. Ішке кір, шай ішіп ал. Сосын сөйлесеміз. Қане, төрлет. Бұрын бұл тауда тіршілік көп еді. Адамдарым мал бақты, балалар ойнады, ит үрді, қой маңырады. Ал қазір бәріміз. Адамдар қайда кеткен? Кейбірі көшіп кетті, кейбірі кетіп үлгермеді. Қалай сонда? Қасқырлар көбейіп кетті. Бұрында қасқыр болған, бірақ олар адамнан қорқатын. Ал қазір олар үйге дейін келеді. Қораны бұзады, малды алып кетеді. Мүмкін жай ғана аш қасқырлар шығар. Жоқ балам, аш қасқыр жейді де кетеді. Ал бұлар іздейді, сені күтіп алады. Нені іздейді? Білмеймін, бірақ олар жалғыз емес. Бұл қасқыр ма? Үндеме, Ата, сыртта бірдеңе жүр. шамды өшір. Неге? Өшір дедім. Олар бізді көріп тұр ма? Көріп тұр. Онда неге кірмейді? Өйткені олар бұйрық күтіп тұр. Кімнен? Сол түні мен алғаш рет бір нәрсені түсіндім. Бұл тауда қасқырлар ғана жүрген жоқ. Таң атты. Ата, қайда кеттіңіз? Мен бүгін кетемін. Қайда кетесіз? Бұл таудан менің мұнда қалатын ештеңем қалған жоқ. Ал малшыларшы, басқа адамдаршы? Оларды іздеме. Неге? Егер орманда қасқырдың ізін көрсең, артқа қайт. Ал егер адамның ізіне ұқсайтын бір тырнағы бар із көрсең, шүкір. Сіз бір нәрсе біліп тұрсыз ғой. Білгеннің бәрін айтуға адамның жүрегі шыдамайды, балам. Сау бол. Ол кетіп қалды, ал мен қалдым. Неге екенін білмеймін, бірақ бұл жерден бірден кеткім келмеді. Мен сол қасқырлардың қайдан келетінін білгім келді. Мұнда біреулер тұрған сияқты. Есігі сынған, қорасы бос, үйдің ішінде де сыртында да ешкім жоқ. Бірақ жер әлемнің бәрі қан, барлығы кеше ғана болғандай көрінеді. Мынау да қан ба? Қабырғада тырнақ іздері бар екен. Қасқыр мұндай із қалдырмайды ғой. Жерде де із тұр, адамның ізіне ұқсайды, бірақ тырнағы бар. Осы сәтте қарттың сөзі есіме түсті. Адамның ізіне ұқсайтын, бірақ тырнағы бар із көрсем, шүкір.